Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 61-ші сабақ. Мен не үйрендім? Бүгінгі сабақта сөйлем түрлерін айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін қолданасың және сәйкестендіресің. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсетесің. Бірінші тапсырма. Тиісті тыныс белгілерін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Еңбек десе ерінеді. Нүкте. Ол кім? Сұраулы белгі қоямыз. Жалқау. Лепті белгісі қойылады. Жанжал десе кіжінеді. Нүкте қойылады. Ол кім? Сұрақ белгісі қойылады. Сотқар. Леп белгісі қойылады екен. Екінші тапсырма. Сөйлемдерді сөйлем түрлеріне сәйкестендіреміз. Біз білеміз, хабарлы сөйлемнен соң нүкте белгісі қойылады. Сұраулы сөйлемде сұрақ белгісі қойылады екен. Лепті сөйлемде леп белгісі қойылады. Енді балалар, өздеріңіз сәйкестендіріп көріңдер. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына сын сипаты білдіретін сөздерді қойып, мәтінді көшіріп жазамыз. Көрікті Алатау аясындағы мемлекеттік қорықта түрлі хайуанаттар тіршілік етеді. Солардың бірі марал. Маралдың түсі теңбіл, дене бітімі сымбатты, мүйізі пайдалы. Маралдың мүйізінен әртүрлі дәрі-дәрмек жасалады. Марал пайдалы жануар. Балалар, мәтін түрлеріне сәйкес сызбаның көмегімен әр бөлікке сұрақ қойып көрейік. Бірінші, марал қайда тіршілік етеді? Екінші, маралдың түсі қандай? Үшінші, марал неліктен пайдалы жануар? Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсетейік. Марал пайдалы жануар. Марал не? Жануар. Қандай жануар? Пайдалы жануар.